Бүгінгі тақырыпты мынадай бір мәселелерді қозғасақ, қазақ қызы қалайша идеалды түрде тұрмыс құрып, абыроймен қияға қонуға болады деген осы тақырыпты сіздерменен ортаға салып талқыласақ. Бола ма? Өйткені бізде қыздар әртүрлі тұрмыс құрып жатады. Біреулер әке-шешесі қысым көрсеткеннен кейін, қашан дегеннен кейін ауылына бара алмай жүрген қыздар бар. Сол сұрақтан мезі болып деймін енді. Немесе бір қыздар құрбыларымның бәрі кетіп қалды, жалғыз өзім қалдым деген сияқты. Немесе ендігі келген жігітке жоқ деп айтпаймын дейді ғой. Соған деген сияқты түрлі мотивпен шығады деймін да қыздар. Немесе біреулер жаңағыдай мәжбүрліктен шығып қалатындар бар жаңағыдай енді. Өкінішке қарай қадам теріс басып деген сияқты. Сол сияқты бізде бір қыздар жігіттермен 1 жыл жүреді, 5 жыл жүреді, әзер дегенде үйленейік деген сөзіне қол жеткізеді ғой. Шықты ма аузынан деген сияқты. Бар ма ондай жағдайлар? Қазір қазақ мысалы біздің қыздардың проблемасының, енді проблемалар бар ғой бірнеше. Соның жүріп жүрген жігіті бар қыздардың өзінің мынадай мәселелері бар. Бұл жігіт шын мәнінде соңында менімен үйленемі? Үйленетін болса қашан үйленеді? 2020-да ма, 2030-да ма деген сияқты. Бар ма ондай сұрақтар бізде? Енді мына жерде отырғандар жоқ шығар, жалпы айтамын да, біз көріп жүрген қыздар. Өйткені өзімнің тәжірибемнен көргенім 2 жыл жүрген, 4 жыл жүрген, 10 жыл жүрген қызды көрдім. Менің алдыма келді да. Қызығы 10 жыл бойы түрлі ұрыстар болған. Түрлі жаңағы трениялар болған ғой біраз арасында. Бірақ ана сөзді айтуға қысылып жүрді, ана қыз шын мәнінде үйленеміз жоқ па деген. Яғни біз ұялатын нәрсені мысалға деймін енді, сондай бір жағдайларменен түрлі қыздар күн кешіп жатыр деймін да. Бар ма ондай жалпы таныстарымызда, қоғамда байқаймыз да, көреміз осы нәрсені? Осы жаңа тақырыпты, жаңа қозғайтын мәселелеріміз қазақ қызының идеалды түрде тұрмыс құруына қатысты бүгін әңгіме өрбітсек, осыған байланысты бірнеше қадамына тоқталсақ. Бірінші мәселе осы тақырыпта бұл дайындық, яғни ішкі өзімнің дайындығым, я? Дайындық дегенде біз нені көздейміз? Жалпы қыз бала болсын, жігіт болсын дайындалу керек, міндетті түрде. Бізде дайындық деп қыз бала тұрмысқа шығайын деп жүрген, 1-2 айда тұрмыс құрады, осының ұзатылуы болады, жігіт үйленеді деген кезде қай жағынан дайындалып жатқанын көреміз? Материалдық жақ, той ғой бізде. Анау өтіп кететін 4-5 сағаттық той, 2-3 сағаттық құдалық, одан кейін білеймін енді гулянкасы бар, басқасы бар, сондай бір қысқа. Сізді өтеді айтқанда, сіз үлес қоспасаңыз да өтеді да ол. Мысалы, жеке басым өзім кезінде үйленген кезде соты үй жоқ еді біздің кезімізде. Тойдың үстіне барғанымыз ғой, білмейміз не болып жатқанын. Барсақ бәрі дайын ғой. Хабарды алмаймыз ғой кезде. Телефон жоқ, ауылда жаңа білейін бір телефон бар, оның өзі кейде істейді, кейде істемейді деген сияқты, бір ауылға бір телефон дегендей. Яғни той, құдалық деген сіздің қатысуыңыз, сізді не істейді ол? Бірақ біз не нәрсеге көңіл бөлуіміз керек? Дайындық деген кезде дайындалатын нәрселер бар. Бірақ соның ішіндегі менің басып жаңа астын сызып айтайын дегенім, ол психологиялық тұрғыдан отбасылық өмірге дайындалу. Ол дегеніміз жігіттің, яғни қыз бала ретінде жігіттердің, ер адамның психологиясын оқу, зерттеу. Енді ол салада жаңағыда арнай бәлен жыл оқып деп айтпаймын. Жоқ дегенде 1-2 кітап оқып қойсақ, бола ма? Мысалға, қандай кітапты айтсаңыздар, кім іштеріңізде оқыған кісілер бар ма? Тамаша. Кім еді оның авторы? Джон Грей, я? Мысалы, қарапайым бір оқулық, әдістемек, мысалы, менің ойымша, осы кітапты оқыған кезде біраз адамның көкжиегі ашылуы мүмкін, осы кітапты оқыған кезде. Аты қалай дедіңіз кітаптың? Мужчина из Марса, женщины из Венеры, я? Осы кітапты оқысақ, және Джон Грейдің басқа да кітаптары бар осы салада. Яғни ол кісі әйел мен ер адамның психологиясын жаңағы майталманы болып саналады, бір белгілі елдерде. Осы мәселені біз оқу арқылы жігіттердің
неге ол былай істейді, неге ол үйтеді, неге ол бүйтеді деген кезде біз сұрақтарына не аламыз өзіміз? Жауап аламыз. Жауап аламыз. Өйткені көптеген мысалдар келтіруге болады. Қыз бала мен жігіттердің екеуінің бір-бірін түсінбеушіліктен туындайтын мәселелер. Егер де мен мысалы өзімнің практикамнан, өзімнің жеке тәжірибемнен мен мысалы мынадай сұрақ қоятын болса, қазіргі қазақ отбасыларында ажырасудың немесе кикілжіңдердің, ұрыс-керістердің негізгі себептері қандай деген кезде мен үшеуін атап айтатын едім. Өз жеке басым. Олар бірнеше үшеу ақ па деп, жоқ, үшеу емес, басты үшеуін айтатын едім. Соның біріншісі ол ер адам мен әйел адам бір-бірінің психологиясын түсінбеу. Түсіндіре алдым ба? Яғни мен әйелімнің психологиясын түсінбеймін, оны мен ер адамдармен қарым-қатынас жасаған сияқты жасаймын, ол әйелдермен қарым-қатынас жасағандай жасайды. Осыдан не туындайды? Қарапайым бір мысал айтайын сіздерге. Қыз бала жігітпен жүріп жүрген кезде енді керемет сезімдер бар, адал сезім, ешқандай теріс ой жоқ дейік екеуінде де керемет. Қалай болады өмірлері тойға дейін? Қыз қалай? Керемет, яғни бір күн театр, бір күн білеймін енді саябаққа, бір күн киноға, бір күн жаңа кафеге барып, таксиден такси, мысалға деген ғой енді. Бір аспанда самғап ұшып жүрген қыз ғой ол. Ақ көйлекте жүреді ол. Сол тойдан кейін ақ көйлек шешілгенде бум етіп жерге түседі ғой. Одан кейін жігіт жоқ жаңағыдай. Басқа жігіт. Неге? Өйткені көп қыздар осы жерде жігіттерге не деп айтады? Сен ты лицемер. Неге? Сен мен алдадың. Қалай алдадың? Мен сен бірдеңе деп айттым ба? Жоқ. Енді бұрын мен солай деп ойладым ғой дейді. Ол сенің ойың. Өмір осылай болады. Мен ештеңе деген жоқпын. Сол жігіт пен қыз осы жерде не істемейді? Қыдырайық дейді. Қайда қыдырған? Ей, болды, сен келінсің енді, әйелсің. Кезінде қыдырдың, болды, енді үйде отыр деген. Қалай сонда деген кезде жігіт өзі қыдыруы мүмкін. Бірақ қыз не істейді? Үйде қалады. Үйдің қызметі бар, басқасы бар. Бұрынғы былай айтқанда өмір жоқ. Ол келмеске кеткен. Осы жерде көп қыздардың көңілі қалуы мүмкін, түрлі-түрлі көкейінде сұрақтар туындауы мүмкін, күмән кетуі мүмкін. Бұл мен не үшін алды сонда, үйтті ме, мен алдадым ма, басқа. Жоқ, бұл жерде бірақ қана жігіттердің ерекшелігі. Ер адам өзіне бір мақсат қояды екен де, әйел адамның ерекшелігін қараңыздар, психологиясында. Мақсат қояды, сол мақсатқа жету үшін барын салады ғой адам. Мысалы, ана қыз маған ұнады, мен сөйлестім, соны өзіме әйел қылып алуым керек, жар қылып алуым керек. Сол жолда мен не бар соны сарп етемін, уақытымнан бастап. Уақытымды, теңгемді, жігерімді, өнерімді салам сол жолда. Не бар енді жаңағыдай. Бар ма, басқасы бар ма, не істеймін? Салам, көрсетем, жаңағыдай. Жоқ нәрсенің өзін көрсетем. Жатақханада тұрсам, түрлі-түрлі жаңағыдай достарының киімдерін кезектестіріп киіп барам деген сияқты айтыр. Бірдеңе енді қарату керек қананы өзіме. Содан кейін той біткеннен кейін мақсат жүзеге асты ма? Болды. Ол тақырып жабық. Ана болады бір күнделікке жазып аламыз ғой мәселелерді. Содан кейін арқасына не істейміз? Орындалды деген белгі қоямыз. Болды. Ол мақсат жүзеге. Енді басқа мәселемен айналысу керек. Енді не істейміз? Енді ананы істеу керек, мынаны істеу керек. Сол кезде әйел болды деген әңгіме. Әйел адам оны түсінбейді. Өйткені ол ашық айтылмайды ғой нәрселер. Сосын өмір бойы ол кісі тойға дейінгі мен аңсап өтеді. Мен тойға дейінгі әйелімді армандап өтем. Сен қандай едің тойға дейін деген сияқты. Бар ма ондай нәрселер? Қалай дейсіздер? Яғни айтайын дегенім, егер де біз бір-біріміздің психологиямызды осындай бір қарапайым негізгі нәрселерді түсіне алсақ, бізде сұрақтар туындамайды. Мысалға бір рет осы жақында арада болған бір тренингке ерлі-зайыптылар қатысты, сол кезде әйел айтады, мен мысалға күйеуімнің орысша выходкалар дейді ғой, түрлі-түрлі әрекеттері, қылықтары мен үшін белгілі болып тұрады дейді. Неге кетіп жатқан? Неге? Өйткені мен біраз кітаптар оқығам дейді осы салада. Сол үшін сіздерге айтпағым, қазіргі мысалы мен білеймін, әркім әртүрлі енді мамандықты оқиды, бір қызығушылықтарыңыз болуы мүмкін, бірақ мына нәрсе керек ол, дұрыс па?
болса да қандай саланы таңдамаңыз, қандай білеймін енді қолыңызда өнер келсін, қандай хоббимен айналыссаңыз да, сіздің алдыңызда отбасын құру, жар болу, ана болу деген, келін болу деген мәселе алдыңызда тұрады, дұрыс па? Егер де тұрмыс құрам десеңіз. Сонымен бірінші мәселе не, дайындыққа қатысты бірінші мәселе не істейміз? Ер адамның, бұл проблема жігіттерде де бар. Жігіттер де әйел адамның психологиясын зерттемейді көбісі. Сосын бізде бір аға буын бар ғой, біздің әкелеріміздің, ағаларымыздың буында бір керемет сөздер бар. Әйелді түсініп болмайсың. Түсініксіз, ол қисық қабырғадан, ол қисық, ол андай, ол ақылы қысқа, неше түрлі сөздерді, шаблондарды алып алғанбыз, сонымен өзіміз жұбатамыз. Мен жақсы, мен түзумін, ол қисықта болды. Сол үшін қандай проблемаларым, барлығы проблемасы қай жақтан? Әйелден дейміз де, өзіміз судан таза, сүттен ақ болып жүре береміз біз. Ал егер де мен әйел адамның психологиясын білсем, мен оның неге оны шамданып жатқан, неге оның ұнатпай жатқан, немесе неге белгілі бір қылықтарын жасап жатқаны, мен маман ретінде не істей аламын, немесе сол саладан хабарым бар адам ретінде мен үшін ол түсінікті болып тұрады да. Мен қандай қыздардың қатарындамын. Енді білеймін, жаңағыдай қатты айтты демеңіздер, бірақ кеудесінде бұл айтқанда құндылықтары бар, өзінің бір ерекше қасиеттері бар қыздар болады, одан кеудесі қуыс қыздар болады. Келісесіздер ме? Оны анық бір білеймін, енді жеңіл бір анықтағышы әлеуметтік желі көбімізде бар ғой. Кеудесі қуыс қыз бала болатын болса, ол кісі әлеуметтік желіге өзін салған кезде, немесе оның парақшасында тек қана сыртқы бейнесін ғана не істейді? Жарнамалайды ғой. Бұлай түседі, күліп түседі, ерін шығарып, әйтеуір неше түрлі боянып, сыланып, түрлі тауда тұрған, айғалап тұрған, жай қанат жай білмеймін, түрлі несемен физиологиясын көрсетіп түседі. Неге? Өйткені ішкі дүниесінде бос та оның. Енді біз сыртқы көзбен қарағанда сондай да, білмеймін ғой ішінде не бар екен. Бірақ ол өзін сахнаға шығарып тұр енді, былай айтқанда өзінің әлеуметтік желі арқылы. Яғни әлеуметтік желіді көру арқылы да осындай бір баға беруге болады. Енді бұл аксиома деп айтпаймыз, 100% бәріне бірдей деп. Негізгі бір көрсеткіш осы ма деймін да, келіссеңіздер егер де. Келісесіздер ме? Егер мен көптің бірі болғым келмейді, мен өзім тұлғалығымды, жаңағы жеке даралығым келеді, өзімнің ерекше бір жан болғым келеді десек, онда сол қасиетімізді анықтайық, ішкі өзіміздің дүниедегі құндылықтарымызды бен жұмыс жасайық. Осының алдында білесіздер ме, тура осы бөлмеде біз миссия деген тақырып өткенбіз. Кім қатысқан? Кім қатысты? Қатысқандарыңыздар ма? Сол жерде бар еді ғой, жалпы миссия, жалқы миссия деген естеріңізде ме? Бұл енді тақырыпқа қозғалмай кірмей қойық. Сол кезде біз тоқтағанбыз, біраз жалқы миссияға қатысты. Яғни миссиясы бар қыз болса, өзінің құндылықтары бар қыз болатын болса, онда сонымен даралану керек та ол. Түсіндіре алдым ба? Кезінде мысалы бұрынғы ғасырларда әйел құмар патшалар болған кезде, оларды гаремде қыздар болатын болған. Білесіздер ғой? Сол кезде қандай қыздарды таңдайды о жерге? Әдемі, сосын жас. Қараңыздар, осы екі критерий ғой. Жас және әдемі. Оны енді білмеймін, неше жастан о жерге кіргізетінін, дейміз, неше қыз болуы мүмкін бір гаремде. 20 шақты қыз бар болған болса, қызығын қараңыздар, сол жердегі 20 қыз бір-біріне ұқсайды ғой. Оның даралығы бар ма? Ол көптің бірі ғана. Енді оның қызметінің мерзімі қанша деген кезде 3 жыл, 5 жыл, ең енді мысалға андай бір сұлулығы айнымада белгілі бір біразға дейін сақталып деген 10 жылға дейін барады екен, әрі кеткенде ол. Одан кейін не істейді? 3-5 жылда ауыстырып отырады. Өйткені ол несімен бағаланып тұр о жерде? Сыртқы келбетімен, жаңа айтқандай жасымен және сұлулығымен. Жасы кеткен кезде, сұлулығы кеткен кезде, бітті, ол қыз о жерде критерий жарамайды о жерге, болды. Егер де мен, кешіріңіздер, өзім көптің бірі болғым келетін болса, сіз сияқтылар көп,
Бүкіл қыздар бірдей де сізбен негізі. Егер сіз өзіңіздің сұлулығыңызға, сыртқы бейнеңізге сүйенсеңіз, онда сіздің бағаңыз белгілі да онда. Одан кейін Эрих Фром деген кісі айтады, жар таңдауда, егер жар таңдауды нарық деп алатын болсақ, базар. Жар таңдау базар деп алатын болсақ, нарық деп алатын болсақ, сол жерде бірақ жалғыз валюта бар дейді. Ол беттің ажары дейді да көп адам үшін. Не істейді? Адамдар, мен қалай тұрмысқа шығам, қалай жігітті лем деген кезде, өкінішке қарай кейбір қыздар неге басымдылық береді осы жерде? Түр сипатқа, сыртқы келбетке, осылай қаратам деп ойлайды. Дұрыс, сіз қаратуыңыз мүмкін. Мысалы, не сияқты ғой, кетіп бара жатса, Айжан деп айтты да біреу. Айжан деген қыз не істейді? Қарайды маған. Сосын не болды дейді, қарайды да, қарекет етіп өйткені менде ары қарай қарататын, ұстап қалатын нәрсе жоқ та. Яғни сіз түріңізбен қараттыңыз оны. Бірақ ары қарай не істей алмадыңыз? Егер де сыртқы келбетке, сұлулыққа, тәніне адам, қыз бала басымдылық беріп, сонымен жұмыс істейтін болса, ол енді өзі не үшін әдемі болып жүрсіз, не үшін сыланып жатсыз, не үшін кірпікті жалғастырдыңыз, не үшін қасты қырдыңыз, не үшін үйттіңіз, не үшін шашты боядыңыз деген сұрақтарға өзінің бәлен жауабы бар, оның ақталуы бар. Ол негізі проблемасы менің ойымша балалық шағында оның. Ана психологиясында, оның психикасында. Кішкене білмеймін енді. Үлкен мәселе ол психотерапия саласында. Бірақ айтайын дегенім, жігіт үшін қыз бала боянып сыланған сайын, ол тек қана құмарлығын қандыратын объект ретінде ғана көрінеді ғой. Көңілдеріңізге келмес, мен жігіт ретінде айтып жатырмын сіздерге. Болды. Ана кірпікті бүйтіп жалғастырып алған қызды көрген кезде бірақ ой келеді да. Немесе мысалға денесін көрсеткен, болмаса бүйтіп жаңағыдай, енді қазір өкінішке қарай, бара хайптар бар ғой, түрлі шешініп түседі, өзіне білмеймін, подписчик жинау үшін ба, лайк жинау үшін ба, лайық болмаса да деймін да соған. Дегізу үшін деймін да. Егер қазақтың қызына білеймін енді, біздегі түрлі себептер бар, өкінішке қарай, осы нәрсеге жұмыс істеп жатқан. Ойлаңызшы, мынадай бір 15-ші ғасырда Европада қандай қыз сұлулықтың символы болды, білесіздер ма? Білесіздер ма? Аяғы ауыр әйел. Неге? Өйткені сол кезде 75 миллион халық болған екен Европада. Соның оба ауруынан 25 миллионы қырылып кеткен екен. 3-тен 1 бөлігі халықтың қырылып кеткен кезде бала демографияны көбейту сол кезде бір ерекше құрметке ие болған екен да. Сонда аяғы ауыр әйелді көрген кезде адамдардың бәрі тік тұрып, ерекше деген құрмет. Сонда кейбір тұрмысқа шықпаған қыздардың ішіне бірдеңе салып жүреді екен де көшеде. Сындыр алдым ба? Неге? Ал енді қазір біздегі әдемі қыздың символ қандай? Қандай? Толық па жоқ, жіңішке ме? Түрі әдемі деген кешіріңіз, әдемі дегенде ол не да былай айтқанда? Нақты оның былай, ол абстракты былай айтқанда. Яғни қай мағынада сұлу емес, әркімнің сұлуы бар да. Мысалы, мына жерде келіп, деп 9 жігіт бір қызға тамсанатын болса, біреу келіп, мынаның немесіне қарап жүрсің дейді ғой. Мысалға деймін енді. Айтайын деген бұл орысша на вкус и цвет не дейді? Бұл әркімнің сұлуы бар да. Сол сияқты сіздің құрбыңыз жақсы көрген жігіт, мына жігіт не деген керемет. Мынаның немесіне қарап жүрсің дейді мысалға. Мынау страшный ғой мынау деп айтады. Ужас қой мына түр деген. Болуы мүмкін бе мысалға сондай нәрселер? Сол сияқты бізде бұл символ, сұлулықтың символы 1920 жылдан бері насихатталып жатыр екен да. 1 жылдан кейін 1 ғасыр болады. Бірақ біз білмейміз өзіміз бұл қалай санамызға сіңіп кеткендігін. Яғни бізде бір сұлулықтың символы бар, соны естеп алғанбыз өзімізге, идеал қылып алғанбыз, сол жолында өзімізді азаптаймыз, қинаймыз, диета ұстаймыз, фитнеске барамыз, қаламасақ та, түрлі әйтеуір неше түрлі не істеп жүрміз? Әрекеттер жасап, неге өйткені андай болу керек? Не үшін андай боласыз? Неге өзіңізше ешкімге ұқсамайтын, қайталанбас, тұлғасыз ғой деймін сіз? Не үшін сіз біреуге ұқсау керексіз деймін да? Мен жеке өз басым мысалға анаған ұқсау керек, мынаған ұқсау керек деген нәрсе. Ол индивидсіз ғой сіз, жеке тұлғасыз. Сіздің мысалы салмағыңыз 70 шығар. Бола қойыңыз.
Мәселе сіздің салмағыңызда емес қой. Сіздің салмағыңыз 50 шығар, сіздің 80 шығар. Сол үшін ана ішкі нелер бар ғой біздегі. Ана қалай десем, комплекстер бар ғой. Біраз комплекстер бар да қыздарды өкінішке қарай. Жігіттерде ондай комплекс жоқ, Аллаға шүкір. Көбінде. Жігіттер таңертең жуынбай немесе шаш тарамай шыға береді, айна қарамай. Ойбай 2-3 күн болыпты, айна қарамай, айна бармай, ештеңе етпейді. Жүре береді. Әйел адамды қыз баланы таңертең боянбай, білмеймін, айнаның алдына сыланбай шығара алмайсыз ғой үйден. Мен бір қарындасым үйде отырған, дүкенге шықпайтын еді ғой, Құдай-ау, есік алдына. Мен дайын емеспін, дайындалуым керек. Есік алдын ешкім көрмейді ғой, былай айтқан, білмеймін, енді жігіт аңып тұрам алдында, білмеймін, қандай ойда жүрген. Бірақ шықпайды ол есік алдына. Неге? Комплекстер көп та өзінде. Ол андай бір дайындалу керек оған. Сондай комплекстермен жұмыс істеу керек па деймін да, қазір жұмыс істеп алмасаңыз, ертең сізде проблема ол. Жалпы қыз бала үшін ішкі дүниесімен, мысалға, өзінің ішкі болмысы мен сыртқы болмысы екеуі қабыспайды ғой. Байқайсыздар ма? Қабылдау қиын да сыртқы дүниесін бар ма ондай нәрсе? Сол үшін оған негізі қыз балаға енді кішкентай кезінен көп айтылу керек та, сен жақсы, сен әдемісің, сұлусың деген сияқты. Ол нәрсе бізге айтылмаған, естімегенбіз. Сол үшін енді неше сән салондары бар ғой, сұлулық салондары. Егер де қыз балалардың самооценкасы жаңағыдай нормальный болатын болса, аналар бәрі банкрот болып жабылады ертең. Содан олар ақша жасап отыр ғой, ойлаңызшы. Біздің балалық кезімізде жіберген неше түрлі біздің бойымызда кеткен қателіктердің себебінен олар нарықта ақша жасап отыр, былай айтқанда. Біздің сол әлсіздігімізді пайдаланып, сұлулық салонына жігіттер болмайды, кімдер барады? Қойыңызшы, аптасына 1 рет барады, шашын неше түрлі жасатады, не дады? Оны маникюр бар, педикюр бар, түрлі жаңа неше түрлі сылану, енді біз үшін түсініксіз да, ол біз үшін. Жігіттер үшін неге үйтеді, неге бүйтеді. Ол енді көп жігіттер бай деп түсінеді да, енді әйелдеріменен проблема болған кезде мынадай деді. Кім үшін боянып жатсың дейді ғой. Ол өзім үшін дейді. Неге өйткені өз-өзіне дәлелдей алмай жатыр да, ол әлі дәлелдеп келе жатыр. Мен сұлумын. Кімге дәлелдейсің сұлу екеніңізді? Ешкімге дәлелдемей-ақ қойыңыз, сіз сұлусыз, болды. Сыртқы сұлулығыңызды айтамын да, сізге немен жұмыс істеу керек? Ішкі сұлулық. Не істейсіз? Кірпікті жалғап. Оданша андай бір ибалылықты үйренейік, инабаттылықты үйренейік, сондай нәрсені үйренейік те, сондай мастер-класстар, сондай бір салондарға барайық деймін да, андай. Ибалықты арттыратын, парасаттылықты арттыратын, даналықты арттыратын салондарға бармадық па деймін да. Қалай дейсіздер? Енді алба-жұлба болып жүріңіздер деп жатқан жоқпын. Халатпен болса ешкім келмейді осы жерге. Дұрыс па? Сіз былай да әдемісіз. Кешіріңіз. Мен енді білемін, кезінде студент қыздарға өткізген кезде осылай бір проблеманы. Айтамын, кез келген жаратылысты алыңызшы. Итті алыңыз, мысықты алыңыз, айнаға қараңызшы, қайсымыз әдеміміз деп. Салыстыруға келмейді ғой. Не үшін өзіңізді қинап жүрсіз? Біреу жарайды, ан жерің қисық деп айтқан шығар. Біреу ана бір қалқан қылақ деп мазақтаған шығар кішкентай кезде. Сол анау нелер қалып қойған ғой бізде. Комплекстер бар ғой. Мұрның андай, пұшық, маңдайың жазық, көздің білмеймін енді, әйтеуір бір проблема жоқ қой. Сіз жасадыңыз ол көзді? Кім жасады? Болды, соған шүкірлік қылыңыз, риза болыңыз, бұл болса өзгерте алмайсыз. Уайымдаған ешнәрсе шешілмейді. Өзіңіз солай қабылдаңыз, болды. Мәселе өзіңізді қабылдай алмай жатсаңыз, қараңызшы. Ертең отбасын құрғаннан кейін де көп жігіттердің қиналатыны осы. Алған әйелің өзіне риза емес та. Өйткені жігіттің қасында өзін комфортный сезіне алмайды. Ол неге? Өйткені өзінің ішкі дүниесінде не бар? Мен сұлумын ба? Иә, сұлусың. Шын ба? Шын сұлусың. Өтірік айтпашы. Рас айтып тұрсың. Неге? Өйткені өзінің ішкі проблеманы ол жігіт түсінбейді ол. Бас тиме деп ойлайды ішінен. Сұлу болмаса алмайтын едім оны. Ойнап алған жоқ, көзім жұмып ешкім әперген жоқ, өзім таңдап жүріп, артынан жүгіріп жүріп алғам. Түсіндіре алдым ба? Енді осы жердегі бағанаға айттық қой, қыздарды екіге бөліп қарасақ, ішкі дүниесі қуыс қыз бар, ішкі дүниесінде құндылыққа толы, немесе өзінің бір белгілі қасиеті бар қыздар болатын болса,
соған не беру керек? Фокусты соған жасау керек та, басымдылықты соған беру. Неге? Өйткені сіз жігітті қараттыңыз жарайды. Түріңізбен қараттыңыз, бойыңызбен қараттыңыз, фигураңызбен қараттыңыз. Бірақ ол сіздің қасыңызда қалу үшін бір нәрсеге іліну керек та ол. Мысалы, бір жігіттер бар, неге үшін осы қыздан айырылмай жүрсің? Бұның осындай бір қасиеті бар. Соның жолында ол кешіреді, соның жолында ол көп нәрсеге көнеді. Өйткені ол белгілі бір қасиетін тапқанда оның бойында. Сол сияқты мен өзімнің сол қасиеттермен жұмыс жасауым керек па деймін да? Қалай дейсіздер? Ол түр деген ол түр сізде ғана емес, бүкіл қызда бар ғой негізі. Онда сіз көптің бірісіз болды. Бір мысалға дейік, үйленген жігіттер келеді ғой елдерменен. Сол кезде де проблема болады ғой. Проблема болды, ажырасамыз ба, не деген. Сол кезде мынадай сұрақ қойып, түрлі сұрақтар қоямыз онда. Сізді не ұстап тұр? Баладан бөлек, сол әйелдің өзінің бойында деген кезде мықты былай айтқанда керемет қасиеттерін айтады да. Сол нәрселер ұстайды да оны. Түсіндіре алдым ба? Сол ұстайтын, ол денесі деп айтпайды. Өйткені денесі, оның фигурасы деген ол болды, ол бір шамалы бір уақыттан кейін қызық емес болып қалуы мүмкін да ол болды. Оны ұстайтын нәрсе керек та. Түсіндіре алдым ба? Осы жерде қыздың жасы да рөл ойнамайды. Немесе бізде қазіргі аға буында мысалға 40 жаста, 50 жаста, 60 жаста ажырасып жатқандар бар. Байқайсыздар ма? Өткен жол бір жігіт айтады, мен тура үйленейін деп жатқан кезде әке-шешесі ажырасып кетті қойды қыздың. Ол не деген сөз? Өйткені проблема ішкі дүниеде. Ол қызды әйелдердің көбісі не деп ойлауы мүмкін? Менен жалықты, менен кәртайдым ғой деген сияқты. Мәселе ондай емес негізі. Әйелдің бойындағы жігіт ұстайтын қасиеті, оның құндылықтары, оның белгілі бір керемет көркем бір мінездері деген сияқты. Келісесіздер ме? Сондықтан осы нәрсеге басымдылық берсек, осы нәрсеге көңіл бөлсек. Енді тағы бір салға бір жігіт бір рет үйленіп ажырасқан екен. Одан кейін екінші рет үйленген. Екінші рет ажырасқан екен да. Үшінші рет үйленген. Сосын отырып айтады дейді ғой жаңа жігіт. Негізі бірінші әйелім жақсы екен ғой деп айтады дейді ғой. Салыстырған ғой. Сонда неге айтып тұр ана біріншісі жақсы екен ғой деп? Белгілі қасиеттері үшін. Өкінген кезде де адам сол қасиеттерін еске алып өкінеді да. Анау андай еді ғой, мен бағаламадым оны. Түрін демейді, фигурасын демейді, бойын демейді, ұзын шашын демейді. Несін айтады? Қасиетін. Мен бір жерде жұмыс істедім да, ол бастықтың бір несі бар еді, андай ұстанымдары бар еді да. Ол бастықтың ұстанымы біздің қасындағы секретар немесе референт не үлкен әйел болу керек, немесе андай түрі тартпайтын әйел болу керек деген түсініктер бар да. Өзін сақтау үшін мәдениеттерден. Өзіне жаңағыдай андай бір жаман ойға кетіп қалмау үшін бе. Сонымен бір қызды алып келді да жұмысқа. Біз енді сол кісінің қол астында жұмыс істейміз. Ана қыз бүйтіп түріне қарасаңыз енді не да? Қалай десем екен енді. Ешқандай бір не жоқ та, ешкімде бір ойда жоқ бір. Ана бір енді боянып сыланатын да қыз емес анау менің ойымша. Бірақ ана қыз біраз уақыттан кейін бәрі не істеді? Бәрі ана кісінің қасында кешіріңіз деп бүкілінің жүрегін жаулап тастаған ғой ана қыз. Несімен әсер етті ол? Апайлар, сол жердегі ағайлардың бәрі соның қасында бір ерекше құрметпен қарым-қатынас жасайтын оған. Неге? Өйткені біреуге бір ашуланып жатқан, үлгермей жатса да бір білмеймін енді, қойш бара тұршы көріп тұрсың ғой жұмыс істеп жатқанын деп талай көреміз ғой осы жерде. Естімейсің. Яға қазір міне кешіріңіз шағым не деп анау енді оны келіні болды ғой ана жердің. Қандай келін? Қасына кетсең шыққың келмей қалатын келін болды ғой. Түрі деген маңызды емес болып қалды да. Сол сияқты түрмен жарайды, оны алып келдіңіз. Сіз қараттыңыз оны, одан кейін бірақ ұстап қалатын нәрсе керек та. Екінші түйін не болды? Түйіндермен жазсақ болады. Бірінші түйін не болды? Бірінші түйін қай жағынан? Не істейміз дедік? Кітап оқимыз дедік, я? Зерттейміз. Екінші түйін ішкі қасиеттерімізге көңіл. Менің қандай ерекшеліктерім бар? Солармен жұмыс істесем.
анау бір сыртқы неге көңіл бөлмей ақ қойсам, көңіл бөлмесе бағанағыдай деймін, иә, жаңағыдай. Көңіл бөлмеу деген бағанағыдай алба-жұлба болып жүру емес ол. Бірақ жаңағыдай андай бір қатты не жасамаңыздар деген ғой енді. Сосын егер де өзіңіздің бойыңызда, ішкі дүниеңізде комплекстер болатын болса, онда психотерапевтке немесе гештальт терапевтке барып жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Ол сіздің кішкентай кезіңізде, балалық кезіңізде кеткен проблемалар. Біреу сізге бірдеңе деп мазақтады, сол қалып қойғаннан шықты таракандар. Бар ма ондай? Бар ма, жоқ па? Жоқ, мысалы болуы мүмкін ба? Қыздармен бүйтіп ашық сөйлесіңізші, комплекстерің бар ма десең, біраз шығады ғой шетінен. Мындай комплексім бар да, менің андай, мен мындаймын деген сияқты. Енді ол нәрсенің бәрімен жұмыс жасау керек. Өзіңізді қабылдай алу ғой бастысы. Өзіңізді қабылдаңыз, болды. Егер де сіз өзіңізді қабылдай алмасаңыз, ертең тұрмыс құрғаннан кейін бағана айтқандай күйеуіңізбен қарым-қатынаста өте қиын болады. Өйткені сіз өзіңізді қабылдамай тұрған кезде ол кісінің қасында да өзіңізді дискомфорт болады да сезінген кезде. Түсіндіре алдық па? Сол сияқты осы дайындыққа қатысты мысалға дейік, мынадай бір миф бар да бізде. 8 қызға бір жігіт деген бар ма? Келісесіздер ме? Неше жігітке неше қыз келеді, білесіздер ме? Мынадай бір жылда неткен кезде, мынадай статистика бар екен. 1000 қыз туылған кезде 1006 ұл бала туылған екен. 1000 қыз бала туылған кезде, бір жылда мысалға дейік, 1006 бала туылған екен. Яғни ұлдардың саны көбірек. Андай бір, білмеймін, сондай бір миф бар да бізде. Қыз балалар көп, сол үшін жаңағыдай. Біз енді не істейміз, тұрмысқа да шықпайтын шығармын, жігіттер аз ғой деген сияқтандай бір ойда болмайық. Сіздің түріңізге қарамайды ол жігіт, түбіне, жаңағыдай енді, түптің түбінде, сіздің қасиетіңізге қарайды. Егер де осы жерде мен немді анықтап алуым керек қой, мен бір күндік оның құрбысымын ба, қызым ба, жоқ әлде өмірлік ба? Осы түйін жасасаңыз өзіңіздің ішкі дүниеңізде, сіздің қылығыңызға сол әсер етеді деп ойлаймын. Сіздің қылығыңызды сол анықтайды. Енді тағы бір мәселе, қыз баланың отбасын құру моделі. Бұл үшінші мәселе. Осындай бір мастер-класста бір қыз айтады маған, бір қарындасымыз. Ағай дейді, қазіргі проблема мынадай дейді. Қандай жігітпен сөйлесіп күшті болып жүресің дейді. Сосын айтады дейді, үйде маған отыратын әйел керек. Үйде отырасың, жұмыс істемейсің. Мен үйде отырам керек, бәлен жыл оққаным бар, тоққаным бар, мен сонда не үшін үйде отыруым керек деген сияқты нәрсе айтады. Қанша жігітпен сөйлестім, бәрінің проблемасы сол дейді. Неге дейді о маған? Мен айтамын, өйткені бізде отбасын құрудың модельдері бар. Қыз бала үшін қараңыздар, 3 модель бар да, сіз өзіңіз таңдайсыз соны. Бірінші модель, А моделі дейік. Ол жігіт үйленеді, қыз бала тұрмысқа шығады. Екінші модель, Ә моделі. Ол жігіт үйленеді, қыз да үйленеді. Үшінші модель, Б моделі. Бұл қыз үйленеді, жігіт тұрмысқа шығады. Түсіндіре алдым ба? Осындай 3 модель бізде жүзеге асып жатыр. Кешіріңіз, ол күлкілі болуы мүмкін, бірақ рас. Бұл жұмыс істеп жатыр қазір. Біз сондай қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Апа жезделеріңіз, аға жеңгелеріңіз бар шығар, таныстарыңыз бар шығар, туысқандарыңыз. Біріншісі не болды? Осыған дейін қазақ қоғамында осылай болып келген еңізі. Жігіт үйленетін, қыз тұрмысқа шығады. Сол үшін қазір білмеймін енді, кейбір елдердің, кейбір аймақтарда ма, менің қарындасым үйленді, ана қыз үйленді дегенде біздің құлағымызда білмеймін, бұрын жат естілді, қазір үйленіп алды құлағымыз. Қыз үйленді дегенге. Орыстың өзінде, орыстардың өзінде вышла замуж, за мужем деген сөз ғой негізі. Перед мужем емес. Екіншісі, екеуі де үйленді. Енді біріншісі моделі белгілі, оны кірмей ақ қояйын. Жігіт үйленеді, үйінен алып кетеді, қызды той жасайды, бетін ашады, сол жігіттің үйіне келеді, бүкіл қамқорлығына алады, қызды жағдайын жасайды, алақанына салады, басқа деген. Енді екінші модель қандай деген кезде,
екеуі де үйленеді деген. Екеуі бірге той жасайды. Содан басталады деп білеймін. Екеуі бірге ақша жинайды. Екеуі бірге үйге инвестиция құяды. Бірге жаңағы көлік аламыз, бірге бизнес жасайды. Екеуі бірге даму үстінде ғой. Қазір біраз қыздардың ойында осындай вирустар бар деп ойлаймын да. Бірге даму. Не үшін оқып жатсың? Енді ертең күйеуіме көмектесу керек қой. Мен білмеймін, сол нәрсе сіздің моделіңіз сол болатын болса, таңдау еркі сізде. Бұл не үшін айтып жатырмын? Қазір айтамын. Не үшін маңызды екен? Анықтап алу керексіз, сіз өзіңіз үшін бұны. Мен үйленемін бе, жоқ тұрмысқа шығамын ба? Үшінші вариант ол жоқ. Жігіт тұрмысқа шығады, қыз үйленеді. Ол деген не? Бір қыз айтады мысалға, жігіт сол тойға ақшасы болмағасын, тойдың ақшасын өзім бергем дейді. Ақшасын бересіз. Қыз жігітті өзіңіз асырайсыз, өзіңіз ақша табасыз, ол жай ғана диванда жатады. Енді балаларыңыздың әкесі болады, құрметті әкесі. Сіз өзіңіз бүкіл мәселені шешесіз, бүкіл проблемаларды шешесіз. Үй салған кезде де құрылысшылармен өзіңіз келісесіз, бәрін өзіңіз реттейсіз. Күйеуіңіз қасыңызда шопыр немесе грузчик болып жүре береді. Бар ма ондай модель бізде? Сіз таңдайсыз. Не үшін айтып жатырмыз бұны? Өйткені болашақта дайындық қой бәрі, әлі жігіт жоқ. Біз сол кезеңде жүрміз. Бірінші не? Жігіт жоқ әлі. Сіз өзіңіз әлі жігіт кездескен жоқ сізге. Сіз өзіңіз үшін осы нәрсені ішкі дүниеңізді реттеп алу керексіз да? Мен қандай модельді қолдаймын? Қандай модель маған жақын? Түсіндіре алдым ба? Соның негізінде біз жігітті жарайды, жарамайды деп соның негізінде айтамыз да? Түсіндіре алдым ба? Сіздерге қандай модель жақын? Онда соған сай жігіт қарастыру керек та? Аға, мен айтайын дегенім, қазіргі алып қашу деген әңгіме бар ғой. Сонда балалар былай ойлайды. Өздері жаңағы оқыған, жақсы жерде оқитын қыздарды алғысы келеді, бірақ үйде отырғысы қойғысы келеді. Бәрі жаңағыда жоғарғы университетте оқып жатқан 3-4 курстарды алып қашып, бірақ үйде отырғысы қойғанды жақсы көреді. Мен соны түсінбеймін, неге үйде отырғысы қоятын болса, жаңағыдай оқыған керемет қызды бар, алып отырып қойып. Мысалы, ол қыздар қаншама қиналып түсті университетке. Сонда олар не үшін алып қашады да, не үшін оқыған қыз дейді. Енді бұл жерде әңгіме ұзақ деп ойлаймын. Біріншіден қыз не үшін оқып жатыр? Мысалға деген ғой енді. Қыз не үшін оқып жатыр? Негізі университетте мотив қандай қызда? Соны анықтап алу керек деп ойлаймын өз үшін. Сосын мына нәрсені анықтап алу. Болашақта сіз қандай модельде өмір сүргіңіз келеді? Деген сияқты ғой енді. Енді ол жерде не істеу керек? Қашып кеткен кезде, мысалы, алып қашқан кезде, ол жерде қалу деген нәрсе ол шарт емес қой. Қазір ол ғасырда емес біз. Телефон бар, звондайсыз да, мысалға деген ғой енді. Алып қашу деген нәрсе, ана кемпір апалар жатып алу, ағымал енді. Бұл ескіліктің әңгімесі деп ойлаймын, ол өтіп кеткен оның дәуірі. Қазір заявлениеде бір ауыз айтыңыз болды ғой. Өздері әкеп тастайды сізді. Ондай арыз қой келіңдер емес, Құдай сақтасын, бетін алып барып тастаңдар ондай. Деген сияқты. Енді келесі тағы бір мәселе. Біз жігіттер қыз баланы мынадай бір үш қырлы қылып көреміз. Білемін сіздер, дұрыс. Қыз баланы үш қырлы қылып көреміз да. Бұл қазаққа және де осы Орта Азия халықтарына тән нәрсе бұл. Ол не деген сөз? Ол әйелді келін, әйел, жар ретінде, және ана. Келісеміз ба? Мен өзімі мысалға өзімді қалай көрем, қайсысы мен үшін басымдырақ? Енді жігіттер сөйтіп, мынау біз шкаламен көрсетеміз жігіттерге осыны. Шкаламенен. 10-дық шкаламен көрсететін болсақ, мынау 10-дық болатын болса бәрі. Мынау 1 болатын болса, өткен шкалада 0 деген жоқ, 1 деген. Сізге жігіттерге айтамыз да, анықтаңыз. Бірінші кезекке қайсын қоясыз? Басымды қайда бересіз қыз таңдаған кезде деген кезде, әркім әртүрлі қояды. Бұл жерде нақты бір жауабы жоқ, бұл әркімнің өзінің ішкі дүниесі. Сосын кейбір жігіттерге мынаның бәрі маңыздылығын түсіндірген кезде шкалалар өзгеріп кетеді. Өйткені әркім әртүрлі түсінеді оны. Жігіттердің мынадай бір қате түсініктері бар. Біз осы жазды күні университеттің студенттерінің арасында мынадай бір мыңның үстінде сауалнама жүргіздік. Мың жігіттің үстінде сауалнамаға қатысты сауалнама жүргіздік. Сол жерде мынадай бір түйіндердің бір мынадай болды ғой. Егер мені жақсы көрсе, бәріне көнеді деген жігітте түсінік бар екен да. Түсіндіңіз ғой? Егер мені жақсы көрсе, ол келін де болады.
жақсы көрсе, ол баланы да ол үйде де отырады, ол ауылға да барады деп түсінеді ол. Бірақ қыздың несі бөлек та, несі. Осы жерде егер де 1-ден 10-ға дейін шкала деп алатын болсақ, сіз өзіңізді анықтап көрсеңіз болады. Мен келіндікте қай жердемін? Шамамен. Ұрысқақ ененің қасында қай жердемін? Әр ұрысқан сайын төркінгі кеттім деген сөз бе? Жоқ, әлде әйел ретінде қай жердемін, ана ретінде қай жердемін? Шамамен енді. Шамамен. Одан кейін сіз жалпы өзіңіз келін бола аласыз, бола алмайсыз ба? Сіз өзіңіз үшін жауап бересіз. Бола аласыз ба, жоқ па? Андай бір подружка ененің қасында емес, тіс қаққан мыстан кемпірдің келіні болуға дайынсыз ба? Біздің қазақ отбасыларындағы кикілжіңнің және ажырасудың негізгі мен көріп жүрген 3 себебі бар деп. Естідіңіздер ме? Біріншісі не дедім? Бір-бірінің психологиясын білмеу. Екінші себебі келіндік қыры ғой. Осы себептен көптеген отбасыларында проблемалар бар. Неге? Өйткені ене менен келіннің ортасында, ана жігіт екі оттың ортасында жүреді, байғұс қайда кетерін білмей. Анасы үйіне келе ме, қыдырып қалаға, сол күні шу айғай, анасы жаңағы үйіне барып тұра ма, енді реніш, осындай өкпелер, неге ол үйтеді, неге ол бүйтеді, неге үйтіп айтады ол маған, неге ол үй жанин деп айтады. Неше түрлі проблемалар көп та енді. Мен ойлаймын да, енді әртүрлі аймақтан келін болады, мысалы Семейге келін болады, біреу мысалға Шымкентке келін болады деген сияқты енді бар ғой әртүрлі нелер. Мен ойлаймын өз басым, бір ауылдан үйленсек те бірдеңе табамыз біз. Сендердің көшелерің сондай көше қоя деген сияқты. Біз қазақтар тауып аламыз ойын мен негізі тиісетін нәрсені. Егер де сіздің бойыңызда келіндік қасиет мүлдем 0 болса, мысалға деген ойында, немесе келін болатын сізде ниет болмаса, онда білейін жетімдердің үйінен шыққан баланы іздеу керек па? Сондай бір қарастыру керек та соны қазірден бастап. Өйткені сіз егер де әкесі бар, шешесі бар, немесе ата-анасы туысқандары бар, жігітке тұрмысқа шықсаңыз, бұл қайда барсаң да қорқыттың көрі. Келіндік алдыңыздан шыға береді. Қателіктерінің бірі мынадай ойындағы. Күйеуім мен жақсы болсам, олар маған керек емес. Не үшін мен оған қызмет қылу? Мен сонда күң болма не оларға? Служанка, что ли? Мен саған тұрмысқа шыққан месін, что? Оларға жаңағыдай өмір бойы қызмет қылам, үйтем. Сонда менің өз өмірім жоқ па дейді ғой. Сонда мен өзім үшін өмір сүрем, біреу үшін өмір сүруім ғой. Қазірдің басында таракандар жетеді негізі. Ол қанша білмеймін терапиялар керек та. Сіз қазір ертең біреуді қинамау үшін, бірінші кезекте өзіңізді, екінші кезекте ата-анаңызды қинамау үшін өзіңіз үшін шешіп алу керексіз ғой. Менің қандай қасиеттерім басым енді жоғары, қандай қасиеттерім төмен, қайсымен жұмыс жасауым керекпін. Мынау келіндікте бар ғой, қашып құтыла алмайсыз. Айына бір келсе де, ол келеді алдыңызға, жарайды тұрмайсыз, жарайды ол үйдің үлкені, жарайды ол інілері бар, жарайды ол басқа білмеймін енді. Жігіт сөйтіп айтты, білмейсіз ғой не болатын. Бізге мысалы қаншама отбасылар келеді ғой проблемаларменен, хабарласады, онлайн шығады, былай жаңағыдай. Осы проблемалардың, негізгі проблемалардың бірі ғой, келіндік қыры. Түсіндіре алдым ба? Оны байқап жүрген шығармыз, аналарымыз келіндеріне риза емес. Байқайсыздар ғой? Келіндер әйтеуір жаңағында келіндердің көңілінен шықпайды. Әйтеуір бірдеңесін тауып алады. Сондай да енді бір келін мен ененің подружка болып отқанын енді көрдім мен, көзіммен көрдім, ондайлар бар. Бірақ іздеп видеоны микроскоппен табу керек қой біздің қоғамда. Бір рет бір аналар отырды енді. Ақ жаулықты аналар отыр бір жерде, бір кеш болып жатыр. Тек таза аналар. Сол жерге мен бардым да. Бір әңгімені қозғадық, иттік бейт. Сол кезде келін туралы әңгімені қозғап кеткен кезде білмеймін енді. Аналар ішінде риза болғанымды көрген жоқпын. Бәрі риза емес қой. Оның енді бірнеше себебі бар деп ойлаймын. Бірінші себептерінің бірі өзінің күйін кешпей жүрді ол. Кезінде ол тезек жағатын, сиыр сауатын, кір жуатын, сөйтіп жүріп оның тапқан баласын біз де таптық қой дейді ғой. Ойлаңызшы. Ол енді 5-6 бала таптым деп шіреніп отқан шығар дейді. Біз де таптық қой сол баланы. Ештеңесі жоқ. Яғни риза емес қысқасы.
Ол енді маған енді көп нелер болады, ұсыныстар. Сіз енелерге неге семинар өткізбейсіз? Енді бар ене келетін ене болса дайынбыз біз өткізуге. Бірақ біздегі проблема енелердің ойыменен көзілдірігінде біраз проблемалар бар. Енді сіз отырып алып ертең күйеуіңізге анаң айтсайшы, анаңды үйтсейші, анаңды түзетсейші, анаң неге үйтай береді? Ол анасын тәрбиелемейді, ол тәрбиелей алмайды. Сол үшін одан талап етпеңіз, оның қолынан келмейтін нәрсені. Сіз кешіріңізші. Бізде мынадай не бар да, психологияда. Уайым шеңбері деген бар. Уайым шеңбері. Сосын әсер шеңбері деген бар да. Енеңізді түзету сіздің уайым шеңберіңізде, бірақ әсер ету шеңберіңізде емес. Сіз әсер ете алмайсыз соған негізі. Болады, анаңызды алып келіп, разборка жасап, үйтіп, бірақ оның негізі жақсылыққа келмейді, ол керісінше ушықтырып жүресіз содан. Кейбір қыздар қысқа ойлайды да, анам шақырып бір проблемамен разборка жасап жүрейін, әкемді алып келейін, орнына қояйын деген сияқты. Жарайды, бір күн қоясыз, содан кейін не болады? Өмір бойы бетіңізге басып өтеді оны. Әсер шеңберінде не кереді? Өзіңізді өзгерту. Ана кісінің сөзін майдай қабылдау. Ой, қандай, мысалға айтайын енді, көзілдіріңізді түзетіңіз, көзілдіріңізді өзгертіңіз өзіңіз. Сізге байланысты, ол қалай қабылдайсыз? Ал енді өзің қабылдай алмай жүрген қыз қайтып енесін қабылдайды деймін ол. Өзінің жаңағы комплекстерінен емдей алмай жүрген қыз ана енесі келіп бірдеңе мынау не қылып жатыр деген кезде, сонда ол неге өйтіп айтады маған? Ол кім маған өйтіп, сонда мен не деген, мен енді балам енді ішім неше түрлі бізде отырып жылайды қыздар бізге, әйелдерге неше проблемалар көп та. Бірақ айтайын дегенім, осындай мәселелер туындаған кезде жігітті не істейді олар? Бұрышқа тақайды ғой. Шешші енді проблема деп, ана бейшара не істерін білмейді. Содан кейін соңында мынадай сұрақ туады: не ата-анам, не әйелім? Ол жағдайға алып келген негізі кім? Енді тағы да біреу ренжіп, сонда біз кінәлі бола береміз бе деген. Мәселе сондай болып тұр. Жігіт ол, кешіріңіздер, өзгертетін жігіт болса 20 жыл, 25 жылда өзгертетін еді анасын. Ол өзгерте алмады ол анасын. Ол және өзгерту оның міндеті емес. Біздің ата-анамыздың алдында шақ міндетіміз бар. Оларды құрметтеп сыйлау, екінші оларды жақсылықта тыңдау, үшінші олардың қызметінде болу. Оларды түзету, оларды өзгерту, олар тәрбиелеу біздің міндетімізге кірмейді негізі. Және оны күйеуіңізден талап етпеңіз болашақта. Сондықтан да бір жерге келін болатын болса, қыздармен жүріп жүрген кезде жігіт, ертең менің анам осылай болды, тұрам, дайымын, көнесің ғой, көнем, шыдаймын деп барып алғаннан кейін көрсетеді ғой өнерін. Бар ма ондай проблемалар? Жоқ, біз көріп жүрген шығармыз, жеңгелерімізді, әпкелерімізді неше түрлі қайтып келеді, бар алып кетеді, қайттан келеді, енесімен енді білмеймін андай. Сол үшін бізде қазір бар ғой, неше батыр ана, түрлі атақтар бар ғой. Қандай бізде нелер бар, медальдар бар? Күміс алқа, сосын тағы да қандай қаһарман, елдің бірдеңе деген. Мен ойлаймын, батыр келін деген бір не шығару керек та? Міне 3 жылдан бері енесімен тұрып жатқандарға мынадай, 5 жылдан бері олар кәдімгі премия төлеу керек деп ойлаймын да? Енді әнже таласу мүмкін, ене ол менікі деп мүмкін, өйткені менің нем деген сияқты. Енемен екеуіне де премия беру керек па деймін да? Келін ұстап отқан енеге де, енеге қызмет қылған келінге де премия беру керек па деймін да? Егер маған беретін болса, мен сондай не шығаратын едім өз басым. Сол кезде мама қасыңызда тұрсақ бола ма, бірге тұрайық та мамамен барып деген сияқты. Нормальный бір премия беретін болса, біразымыз ана 3 баласы болса 3 келін таласатын еді деймін да, келін несінде енеге. Қалай дейсіздер? Стимуляция болады да біраз. Осыған байланысты түйін жасай алдық па? Қандай түйін? Өзімнің қырларымды не істеймін? Анықтаймын, және өзім үшін осыған бір түйіндер жасаймын, және сомен өзімді дамытамын деген. Егер жоқ болса, шынымен жоқ бұл менде деп айтыңыз, түсіндіріңіз, ашығын айтыңыз. Егер де бір дәулетке келін болсаңыз, сол жігітті зерттеу дегенге қазір келеміз. Енеңізді зерттеңіз алдын ала. Оны ең зерттеудің тура төте жол білесіздер ме қандай екен? Сізден бұрынғы үлкен абысындар бар, солардан сұраңыз, енем қандай деп айтып береді олар. Баласынан сұрамаңыз, өйткені қарға баласын аппағым дер деген ғой. Және білеймін, шама келгенше мынандай бір жан-жақты дайындалу керек па деген ғой енді. Сосын бір жағынан бұның екі ұшы бар да, көп қыздар ана бір келін болып түскен кезде бар ғой, ана бір дисбатқа немесе бір колонияға кетіп бара жатқан сияқты болып сезінеді ғой. Байқайсыздар ма? Сондай білеймін, андай бір азаптың астына кетіп, ана
немістер, фашистер ұстап алған кезде бір алып кететін еді ғой неге? Концлагерьге. Сол бір концлагерьге кетіп бара жатқан сияқты сезінуі мүмкін да. Бұл жерде мәселе барлығы бір моральдық мәселе, өзің үшін дайын болу. Енеңіздің айтқан сөзі былай, бір құлақтан бір. Оны үлкен кісі ол солай болады. Ол кісінің амандығын тілеп, сол кісінің жүрегін жаулап, қалай оның жүрегін жаулайым, қалай оның жаңағыдай білмеймін енді. Оны өзіме подружка қылып аламын деп жұмыс жасау керек па деген ғой. Ал біз не істейміз? Біздің проблемамыз, біз одан күтеміз. Енем былай болу керек қой, ене былай болу керек қой деген нәрсені айтамыз да. Сіз оған ене болу қандай болу керек емес, келіннің қандай болу керек айтыңызшы өзіңізге. Өйткені ол неге кіреді? Әсер. Сіз өзіңізге әсер ете аласыз, бірақ енеңізге әсер ете алмайсыз, өкінішке қарай. Сондықтан бізде мынадай бір қағида бар. Адамды өзгерткіңіз келсе, қасыңыздағы адамды, оның екі жолы бар, екі қадам бар. Ол қандай жол? Бірінші өзіңіз түзетесіз, екінші сол кісіге деген қарым-қатынасыңызды өзгертесіз. Болды. Сонда бізде жаман ой келеді. Сонда ол басқа шығып алады ғой ертең. Ол басынып кетеді ғой ертең. Үйтіп үндемей жүре беретін болсаң, ол жаман үйренеді ертең деген сияқты неше ойлар келеді бізде, жаман ойлар. Егер мен қарсы шықсам, оған сөз қайтарсам, ертең былай болып кетеді, былай болып кетеді деген сияқты нәрселер ойға келмейді. Еңіз келіннің келіндігі немен деген кезде, өз ерекшелігі не? Келіннің үндемеу, қызметті жасай беру, одан кейін шынайы көңілменен таза пейіл ғой. Осы нәрселер талап етіле ме деймін қазақтың келінен. Әрі тағы бір қызық нәрсе бар, кешіріңіздер, біз көріп жүрген көзбенен. Ол отбасында негіз кірсеңіз қазақилықтың иісі жоқ. Бәрі орысша. Андай жаңа білейін, кезінде, кешесі кезінде коммунистер, баласы да жаңағыдай шала қазақ, жаңа не қазақшаны сөйлей алмайды, орысша сайрап тұрған біреулер. Бірақ сондай қандай бір батыспен әсерленсе де, орыстың мәдениетімен әсерленсе де, қазақтың ибалы келінін күтіп тұрады да солар. Таң қаласың да соған. Сындыра алдың ба? Мына енді орысша өскен, орысша отбасы, түсініктері мүлдем бөлек, қазақилықтың иісі жоқ, ішінде үш қайнатсаң сорпасы қосылмайды. Бірақ оларға ибалы қазақтың қызы керек, келіні. Келін былай болу керек қой, былай болу керек. Ана жол біреу келіпті менің алдында. Енді қыз кетіп қалған екен, проблема жаңағыдай бәрі біткеннен кейін келген ғой өкініштісі. Сол жігіт маған айтады, 6 жыл тұрған екен екеуі. Мен енді жұмыс істедім, диагноз қойдым, екеуімен сөйлесім, содан кейін оларға нұсқаулықтар бердім. Жігіт қабылдамай тұр да. Сонда қалай ол келін деген бүйту керек қой, келін деген ренжімеу керек. Мен айтамын, маған неге соған айту керек қой. 6 жыл бойы жұмыс істемеген, енді маған келіп келін былай болу, былай мен білемін өзім. Идеал келін қандай болу керек екен. Бірақ сіздің енді әйеліңіз қызығы, мен айтамын да кейбір жігіттерге, москвичті алып, мерседес талап етеміз деймін. Не деген мерседес болмайсың сен деп. Таңдаған кезде таңдау керек те тұрсын. Басында алған кезде оның келіндік қыры болмаған негізі. Сөйтіп оның білейін фигурасына қарады ма, басқасына қарады ма, несіне қараған, содан кейін әкеліп алады дейді, одан кейін бар сен келін болу керексің дейді. Мен мысалға өлең жаза алмаймын, менен кеп ұрып соғып өлең шығар деп ақындық талап етсе, менің бойымда жоқ ол нәрсе, не істеймін енді мен? Түсіндіре алдым ба? Сол үшін бұл жігітте де проблема, қыздарда да проблема бар да. Осы не үшін айтып жатырмын? Ертең жігітпен сөйлескенде ашық айтыңыз, менің осындай нем бар, мынадай ерекшелігім бар, мынадай кемшілігім бар, мен былай мынаны енді керемет жасаймын деп айта алмаймын. Ертең мен мынадаймын деген сияқты, оны жұмыс істемеңіз деп жатқан, жұмыс істеңіз қазір. Бірақ ертең бар нәрсені айтып үйрену керек па деймін да? Қалай дейсіздер? Ауыр бейміз дегенше, ол кімді алып жатқанын білсін деймін да ертең. Қалай дедіңіздер? Бола ма? Онда бірінші мәселе жаңа айтқанымыздай, дайындықтың ішінде нені айттық? Қандай мәселелерді қозғадық? Бірінші, психологиясын зерттеу. Екінші, өзіңіздің қасиеттеріңізбен жұмыс жасау, құндылықтарыңызбен. Үшінші, моделін анықтау өзің үшін. Төртінші, өзіңіздің қырларыңызды анықтау. Солармен жұмыс жасау. Келін, айтты қояды мысалы, келінді қыр өте бізде маңызды, бұл көп жерде талап етіледі. Енді тағы бір мәселе, ол болашақ жарыңызды бір образын жасау ғой. Әлі жігіт жоқ. Бұл барлығы қай кезеңде жүрміз? Дайындық кезеңде. Жігіт жоқ әлі. Ешкім сізге сөз салған жоқ, ешкім келген жоқ. Бірақ сіз ойша
шамамен осының негізінде маған қандай жігіт керек деген соның образын жасайсыз ғой. Бұл қиялдау емес, ақ боз атқа мінген жігітті күтіп отыру емес. Бірақ өзіңіздің ойыңызда, өзіңіздің жаңағыда, білмеймін енді, миссияңыз болса, құндылықтарыңызға сай, өзіңіздің бағанағы модельге, өзіңіздің жаңағы ішкі құндылықтарыңыз, өмірлік ұстанымдарыңызға қарай, маған қандай жігіт керек, оның бойында қандай қасиеттер болу керек дегенге бір жұмыс істесеңіз, жазыңыз, қасиеттерді тізіп 20-30 қасиетін жазыңыз, білмеймін, андай болу керек, мындай болу керек, сосын оны қысқартыңыз. Қысқартқанда неғұрлым қысқартасыз, соғұрлым өзіңізге жеңілірек болады. Түсіндіре алдым ба? Неғұрлым критерийлер көп болады, оны табу да кездестіру да қиын болады да. Анаған жер келмейді, мынаған жер келмейді деген сияқты. Соңында бір жігіт сияқты іздеп соңында көршісін алып қой. Елді аралап жүріп бірнеше жылдан кейін. Сол сияқты оқып жүрмейік деген ғой. Сонымен не дедік? Бола ма жаңағыдай бір? Ол мынадай болу керек, ол мынадай болу керек. Және оны тани алу ғой, кемшіліктерімен. Яғни қараңыздар, жұмыс істеген кезде, немесе шақырған кезде танийік, зерттейік деген кезде кемшілік жоқ жігітке шығайық деген емес. Оның міндетті өзіне тән кемшіліктері болады. Бірақ сіз соны біле тұра шықсаңыз күшті болады. Яғни мынадай кемшілігі бар, мынадай ерекшелігі, мынадай артықшылығы бар деп шықсаңыз, білесіз да кімге бар жатқаныңызды. Ертең сіз үшін бір тосын сый болмайды деймін да тойдан кейін. Қалай қарайсыздар? Бола ма? Енді біз мысалға тұрмысқа шықпаған қыздармен де жұмыс жасаймыз, жігіттермен жұмыс жасаймыз. Кейде мынадай болады. Жігіт мысалы бір қызбен жүріп жүреді, біздің алдымызға келеді. Біз екеумізбен жұмыс істеп көрсе, екеуміз бірімізге қаншалықты сай келеміз, немесе не нәрсені ескеруіміз керек деген сияқты енді келеді жігіттер мен қыздар. Сол кезде біз тест жүргіземіз да. Ол тесттің негізінде адам бірінші өзін таниды. Ол тестте өзінің бағанағыда белгілі бір бойындағы болмысын, мысалға. Екінші, қандай болашақ жар керек екенін таниды. Оны анықтау маңызды деп ойлаймын. Неге? Ол енді көп болатын болса, бір идеальный, білмеймін, бір жігітке айтып едім, ананы ұнатпайды, мынаны ұнатпайды. Сосын айтамын, сіздің өзі іздеген қызыңыз жердің бетінде бар ма деймін да. Бар дейді ғой. Білмеймін, бәлен қызды енді бірнеше қызды ұсындық, бірақ ешкімді қабылдамайды да. Ан жері келмейтін, жері келмейді, бірдеңесі ұнамай қалады да қыздың. Сол сияқты біздің білмеймін, өзіміздің күткен, немесе армандаған ба, тілеген ба, іздеген ба, күткен жігітіміз ақылға сыйымды болу керек деймін да енді. Қасиет. Қазір енді қыздардан сұрайсыз, қандай жігіт? Ақылды, жауапкершілігі мол, өзі жұмсақ, өзі еңбекқор, өзі ақша табатын, өзі иманды, өзі жаңағы әйелді құрмет, общем айтқан кезде білмеймін, жердің бетіне барма екен деп қаласың енді. Яғни реалды болу керек та? Түсіндіре алдым ба? Арманымыз жаңағыдай басқа бір әлемдегі білмеймін, жоқ жаратылысты армандап кетпейік деген ғой. Әйтпесе ондай түрімізбен біз періштеден де кемшілік тауып аламыз деймін енді. Қалай дейсіздер? Сонымен дайындық деген осы мәселелер. Онда осы 5 мәселеге тоқталдық. Бірінші психология, екінші ішкі қасиеттер, үшінші отбасын құру моделі, төртінші келін, ана, әйел деген өзімнің қырларымды анықтау, солармен жұмыс жасау, және бесінші болашақ жарымның модель немесе образын өзіме ойымда жасау. Оны дәптерге түсірсеңіз болады. Бұның қандай сұрақтары бар десең, көптеген сұрақтары бар бұның. Онымен жұмыс істеуге болады. Мысалға, мен одан не талап етем, одан не күтем, немесе мысалға мынадай нәрселер, мынадай сұрақ қоюға болады. Болашақ отбасылық өмір, егер несі болмаса, мен оған шықпаймын. Мына болмаса, мен шықпаймын онда деген сияқты. Немесе мынадай бір сұрақ. Неден қорқам болашақ отбасылық өмірде? Не болса, мен неден қорқам? Мен мына нәрседен қорқам. Мысалы, көп адамдар осы жерде неден қорқам деп айтады? Нені тағы да? Ұрып соғудан тағы да? Енесінен тағы да? Енді мысалы біраз адамдардың айтатын сөз мынадай, ажырасудан қорқам дейді. Қорқамыз ба ажырасудан? Онда мынадай сұрақ қоямыз да біз. Сіз үшін ажырасуға алып баратын не? Не болса сіз енді онда мен тұра алмаймын деп алып баратын қандай мәселе ол? Түсіндіре алдым ба?
Осы сияқты сұрақтармен өзің үшін жұмыс істеуге болады. Кейде мысалға қыз балалар осы жерде кішкене эмоцияны былай қарай сырып қойып, өзіңізбен өзіңіз кәдімгідей жұмыс жасауыңыз керексіз. Неге? Өйткені мынадай қыздарды кездестіреміз да, андай жігіт керек, мындай жігіт керек деп отырады да, соңында бәрін жойып жібереді ғой, бір-ақ ауыз сөзбен. Білесіздер ме қандай сөз екен? Жақсы көрсем бәріне көнемін ғой деген. Дұрыс, ол сезім деген керек, бірақ сіз бір күні сезім әлсіресе ше, өшсе не болады деген, жақсы көрсем бәріне көнемін ғой дейді ғой. Енді бар шығар бір-екі нәрсе болсын сіз үшін деймін да, енді анықтап алатын. Қалай дейсіздер? Бола ма? Ona келесі тақырыпқа көшейік, бола ма? Екінші.